бір күн сайын жақсарудың күші. Көптеген адамдар өмірін бір күнде өзгерткісі келеді. Олар дүйсенбіден бастап спортпен айналысамын, бір айдың ішінде байып кетемін, немесе қысқа уақытта үлкен жетістікке жетемін деп ойлайды. Бірақ өмірде үлкен нәтижелердің көпшілігі бір күнде емес, күн сайын жасалатын кішкентай қадамдардың арқасында келеді. Осыны түсіндіретін ең қарапайым қағидалардың бірі бір жақсару ережесі. Бұл қағида өте қарапайым. Егер сіз күн сайын кешегі күніңізден небәрі 1% ғана жақсырақ болсаңыз, уақыт өте келе өміріңізде үлкен өзгеріс пайда болады. Ал егер күн сайын 1%-ға нашарлай берсеңіз, оның да салдары жиналып, сізді артқа тартады. Көп адам 1%-ды тым аз деп ойлайды. Бұл не өзгертеді? дейді. Бірақ табиғат бізге бір нәрсені үйретеді. Үлкен ағаш кішкентай тұқымнан өседі. Мұхит миллиондаған тамшыдан құралады. Биік ғимарат бір кірпіштен басталады. Адамның жетістігі де дәл осылай қалыптасады. Бір күнде 10 бет кітап оқу ештеңе өзгертпейтіндей көрінуі мүмкін. Бірақ бір жылдан кейін сіз ондаған кітап оқып шығасыз. Күніне 15 минут жаттығу жасау аз сияқты. Бірақ бір жылдан кейін денеңіз бен денсаулығыңыз айтарлықтай өзгереді. Кішкентай әрекеттердің күші олардың тұрақты қайталануында. Көпшіліктің тағы бір қателігі олар нәтижеге ғана қарайды. Мысалы, кәсіпкердің табысын көреді, бірақ оның жылдар бойы күн сайын жасаған еңбегін көрмейді. Спортшының медалін көреді, бірақ таңғы жаттығуларын байқамайды. Үздік студенттің бағасын көреді, бірақ оның күнделікті дайындалғанын ескермейді. Жетістік көзге көрінбейтін мыңдаған дұрыс шешімнің нәтижесі. Егер бүгіннен бастап күн сайын өзіңізді аздап жақсартуды шешсеңіз, бір жылдан кейін қазіргі өзіңізді танымай қалуыңыз мүмкін. Мысалы, күніне 10 бет кітап оқу, 20 минут спортпен айналысу, 15 минут ағылшын тілін үйрену, телефонды 30 минутқа аз пайдалану, күннің жоспарын жазу, ертерек ұйықтау, дұрыс тамақтануды бастау. Осылардың әрқайсысы жеке қарағанда үлкен емес. Бірақ бәрі бірге қосылғанда өміріңізді өзгертетін күшке айналады. Тағы бір маңызды нәрсе өзіңізді басқалармен емес, кешегі өзіңізбен салыстыру. Әр адамның мүмкіндігі, тәжірибесі және өмір жолы әртүрлі. Сондықтан басты мақсат біреуден озып кету емес, өзіңіздің жақсырақ нұсқаңызға айналу. Кейде мотивация болмайды. Бұл қалыпты жағдай. Бірақ дәл осындай сәттерде тәртіп көмекке келеді. Егер сіз күн сайын аз болса да әрекет етуді әдетке айналдырсаңыз, мотивацияға тәуелді болмайсыз. Есіңізде болсын, сіздің болашағыңызды бір ғана үлкен шешім емес, күн сайын қайталанатын жүздеген кішкентай шешімдер қалыптастырады. Бүгін бір ғана жақсы әдет бастаңыз. Ертең соны қайталаңыз. Бір аптадан кейін ол үйреншікті іске айналады. Бір айдан кейін өзгерісті сезіне бастайсыз. Бір жылдан кейін өзгелер сіздің қалай осынша өзгергеніңізге таңқалады. Себебі үлкен жетістік бір күндік серпіліс емес. Ол күн сайынғы 1%-ық жақсарудың нәтижесі. Егер осы видео сізге пайдалы болса, лайк басып арнаға тіркеліңіз. Ал пікірге бүгіннен бастап қандай жақсы әдетті бастайтыныңызды жазыңыз. Мүмкін дәл сол шешім сіздің өміріңізді өзгертетін алғашқы қадам болар.